Бүгінгі тақырыпта артериялық қан қысымының төмендеуі, гипотония немесе артериялық гипотензия, оның белгілері қандай, ол неліктен пайда болады және ондай кезде не істеу керектігі туралы айтатын боламыз. Гипотония дегеніміз артериялық қан қысымының төмендеуі. Яғни гипо деген сөз төмен деген мағынаны білдіреді. Ал керісінше артериялық қан қысымының жоғарылауы гипер, яғни артериялық гипертензия деп айтылады. Қалыпты деңгейде артериялық қан қысымы стандартты деңгейде 120-80-ді құрайды. 120 деген систолалық, ал 80 дегеніміз диастолалық қан қысымын білдіреді. Дегенмен сіздікін өлшеген кезде 110-70 немесе 100-70 деген сияқты болатын болып, бірақ сіз өзіңізді жақсы сезінетін болсаңыз, ондай кезде ешқандай ем-шара қолданудың қажеті жоқ. Енді оның белгілері қандай? Егер сіздің басыңыз ауыратын болса, айналатын болса, орныңыздан тұрған кезде көзіңізді қарауытып, бір нәрсеге сүйеніп қалатын болсаңыз, тіпті шаршап, әлсіреп, басыңызды жастықтан көтере алмай қалатын кездер болатын болса, бұндай кезде тез арада қан қысымыңызды өлшеу керек. Егер де төмендігі байқалатын болса, онда арнайы бір ем-шараларды қолдануыңыз керек. Бұл неліктен деген сұрақ көбінесе әйел адамдарды қызықтырады. Себебі ерлерге қарағанда артериялық гипотония әйел адамдарда өте жиі кездеседі. Мысалға, жас қыздар мен жас әйелдерде етеккір циклінің көп келуі, және де әйелдерде мысалға жүктілік кезінде бірінші триместр уақытында, яғни ол уақыт 12-ші аптаға дейін, немесе 15-16-ші аптаға дейінгі аралық деп айтылады. Себебі 15-16-ші апта аралығында бізде әйел адамда плацента, ұрық пен әйелдің арасындағы плацента түзіледі. Сол уақыттарда әйелдің токсикозы тоқтайды. Яғни токсикоз кезінде құсудың жиілігіне байланысты артериялық қан қысымының төмендеуі жиі кездеседі. Себебі ол кезде айналымдағы қан көлемі 30-ға дейін құса берген сайын азайып кетеді. Және климакс барысында әйелдерде гормондардың өзгерісіне, гормондардың төмендеуіне байланысты оларда жиі кездесіп жатады. Яғни кейде ол мүлдем жоғарылап кетуі мүмкін, көбінесе төмен болып артериялық қан қысымының ойнауы деп жатады. Осындай жағдайларда жиі кездесіп жатады. Келесі себебі қалқанша без ауруына жататын гипотиреоз. Ол деген қандағы иод деңгейінің төмендеуі. Бұл кезде брадикардия, яғни жүректің соғу жиілігі төмендеп кетеді. Яғни нормада 60-80 болса, 60-тан төмен жүруі брадикардия деп айтылады. Ондай кезде жүректің соғу бәсең болғандықтан қан айналымы деңгейде төмендей бастайды. Сонымен қоса қимыл қозғалыстың аздығы, әсіресе отырып жұмыс жасайтын адамдарда қан айналымының нашарлығы жиі кездеседі. Таза ауаға шықпау, ұйқының дұрыс қанбауы, яғни қалыпты 7-8 сағат ұйықтайтын болса, одан аз болып, ұйқысыз болып жүрген кезде, депрессияға түскен кезде де артериялық қан қысымының төмен болуы жиі кездеседі. Осындай себептің салдарынан артериялық қан қысымы төмендеген кезде миға оттегінің баруы төмендейді. Сәйкесінше жаңағы айтып өткен симптомдар, яғни бас ауыру, бас айналу, шаршағыштық, әлсіздік, орнынан тұра алмай қалу, жастықтан басын көтере алмау, жатып қалу, көру қабілеттілігінің төмендеуі сияқты симптомдар кездеседі. Егер осындай жағдайлар байқалатын болса, мен сізге келесі шараларды қолдануды ұсынамын. Ең бірінші, тар киімдер кимеу. Келесі, ыстықтықтың алдын алу, терезені ашу, жиі таза ауада серуенде өте жақсы көмектеседі. Дұрыс ұйықтау, яғни уақытылы, кем дегенде 7-8 сағатты құрауы керек. Көбінесе 10-12 сағат ұйықтау да жақсы көмектесіп жатады. Және де ұйқыдан тұрған кезде дереу тұрып кетуге болмайды. Өйткені дереу тұрған кезде сіздің жаңағы артериялық гипотензиясы бар адамдарда бас айналу сияқты симптомдар қайталанып қалуы мүмкін. Тұрған соң кем дегенде 4-5 минут бойы көзді ашып, қолмен, аяқпен сияқты жеңіл жаттығулар жасауға кеңес беремін. Келесі, дұрыс тамақтану. Міндетті түрде таңғы ас ішу керек. Және бір күнде 5-6 рет аз-аздан жиі тамақтану маңызды. Және жаңағы айтып өткен су ішудің маңыздылығы өте жоғары. Салмаққа байланысты 1 кг салмаққа 30 мл су ішесіз. Салмағыңызды 30-ға көбейтесіз, сол судың деңгейін күнделікті қабылдап отырасыз. Яғни су ішудің де арнайы ережелері бар. Тамаққа дейін 30 минут алдын және тамақпен бірге су ішіп отыруға, шай ішіп отыруға болмайды. Тамақтан соң кем дегенде 1 сағат өткен соң ғана іше аласыз. Тұзы бар тағамдарды қолдану керек. Себебі тұз қан тамырларының беріктілігін арттырады. Егер қан тамырлары әлсіз болатын болса, ол дұрыс жиырылмайды, сәйкесінше қан қысымы да төмен болады. Ал егер артериялық гипертензиясы, яғни давлениесі жоғары адамдарда тұзды өнімдерді шектеу керек. Салауатты өмір салтын ұстану, яғни жаман әдеттерге жоламай, тұрақты түрде спортпен айналысу керек. Темекіні айтатын болсақ, бастапқы кезінде қан тамырларды тарылтып, қан қысымын жоғарылатқанмен, келесі фазасында қан тамырларды босаңсытып,
артериялық гипотониясы бар адамдардың одан сайын давлениесін төмендетіп жібереді. Және спортпен айналысу неліктен маңызды деп ойлауыңыз мүмкін, иә? Себебі ол жүрек бұлшықеттеріне өте маңызды болып саналады. Жүректің бұлшықеттері мықты болған кезде қан айдаудың да қызметі жақсарады.